Бисмиллах. Омар әл-Фарух. Менен кейін пайғамбар келер болса, ол Хаттаб ұлы Омар болар еді. Хадис. Алла елшісінің ислам шуағын жаһанға жаю жолындағы толассыз күресінде оған ең жақын болған сахабалардың бірі екінші халифа Омар ибн Хаттаб радиаллаху анха. Ол ислам тарихында белгілі піл оқиғасынан 13 жылдан кейін Меккеде дүниеге келген. Құрайыштың Ади тайпасынан шыққан Омардың әкесінің аты Хаттаб ибн Нуфайл, шешесі Құрайыштың Махзун тайпасынан шыққан Хантама бинт Хашим. Омар ибн Хаттабтың мұсылмандыққа дейінгі өмірі жайлы толық мәлімет жоқ. Әйтсе де бала кезінде әкесінің малын бағып, кейіннен саудамен айналысқандығы мәлім. Ол Сирияға қатынайтын сауда керуеніне қосылатын. Қараңғылық дәуірінде Меккенің белді адамдарының қатарында болып, меккеліктердің елшілік міндетін атқаратын. Соғыс шығар жағдайына қарсы шақта Омар жіберіліп, оның берген мәліметі бойынша шешім қабылданатын. Ру тайпалар арасында туған келіспеушіліктің шешілуінде оның рөлі күшті болатын. Сонымен қоса ол оқу сызуды, араб шежіресін білетін және сөзге шешендігімен де танылатын. Омар ибн Хаттаб мұсылман болмай тұрып, өзі өскен қоғамының әдеттері бойынша өмір сүріп, сол кезеңнің салтын берік ұстанатын. Түйелермен күресіп, әркіммен бір ерегесетін қызба, өжет, батыр және өте қатыгездігімен танылған еді. Бірақ мұсылман болғаннан кейін оның бойындағы бұл қасиеттері иман нұрына шомып, мүлде басқаша өзгерді. Мұсылман болғаннан кейінгі қалған өмірі адамзатты таңғалдырарлық дастанға айналды. Мекке қаласында дүниеге келген Омар ибн Хаттаб пайғамбарымызға уақи түскен кезде 29 жаста болатын. Уақидың келе бастағанына 6 жыл өтсе де, ол мүшриктердің қатарында жүрген еді. Яғни өмірінің 35 жылын жахилия қараңғылығында өткізсе, қалған 30 жылын мұсылман болып өткізді. Әлемді пайғамбарлық шұғыласының бөлегеніне 6 жыл толған. Ширк пен таухид арасындағы күрес күн өткен сайын күшейе түскенді. Мұсылмандардың қатары көбейген сайын мүшриктердің зұлымдықтары мен сұмдықтары қатерлі сипат ала бастады. Олар ардақты елшіні саллаллаху алейхи уассалам өлтіруге шешім қабылдады. Ал бұл уақытта мұсылмандардың саны әлі 40-қа да жетпеген. Алла елшісі де мұсылмандар санының көбеюін Алладан сұрап дұға ететін. Бір күні ол мүшриктердің арасында күшті халық арасында беделді қос Омардың екеуінің біреуі мұсылман болуы үшін: «Я Алла, исламды Омар ибн Хишам, Абу Джахил немесе Омар ибн Хаттабпен қуаттандыр» деп дұға етті. Таңғаларлық бір жайт: әлгі мүшриктердің жиналысында Омар ибн Хишам, Абу Джахил Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам өлтірген адамға 100 түйе беретінін мәлімдесе, Омар ибн Хаттаб бұл істі өз мойнына алып, пайғамбарымызды өлтіру үшін жолға шығады. Омар шайтан шапқа түртіп, Алла елшісін саллаллаху алейхи уассалам өлтіруге белін бекем болып келе жатқанда, жолай жақында ғана мұсылман болған Нұғаймды жолықтырады. Омардың түнеріп түтіккен түрінен бір бәлені сезіп сескенген ол: «Қайда бара жатырсың, Омар?» деп сұрайды. Өзінің жаңа дінімен Құрайыштардың ішінде іріткі салып жүрген Мұхаммедтің көзін жоюға бара жатырмын деп жауап қатады Омар. Жанарынан от шашырап, ашу ызаға мініп алған Омардың ниетінің жамандығын байқаған Нұғайым пайғамбарымыздың өлтірілуінен қорқып, Омардың бағытын басқа жаққа қарай бұру үшін: «Алдымен үйіңе барып, өз отбасындағыларды жолға салып алсайшы. Әлде қарындасың мен күйеу балаңның да жаңа дінге келгендігінен хабарың жоқ па еді?» дейді. Омар өз құлағына өзі сенбей бір сәт есеңгіреп тұрып қалды да, дереу ат басын қарындасының үйіне қарай бұрды. Үйге жақындаған кезде іш жақтан Құран оқыған дауыс естілді. Омар кеуделей ішке кіріп келгенде қарындасы Фатима мен күйеу баласы Саид Құран аяттар жазылған қағазды дереу тыға қояды. Омар: «Не оқып жатырсыңдар, кәне беріңдер» деп ыза кернеген даусымен айналасына қаһарын шашып: «Еш нәрсе» деп жауап берді қарындасы мен күйеу баласы. Бұл жауапқа одан бетер ызаланған Омар: «Естігендерім рас болса, сендер Мұхаммедтің дініне кірген екенсіңдер» деп күйеу баласын жерге сұлатып салады. Күйеуіне болысқан қарындасын да қалпақтай ұшырып түсірді. Бұдан әрі шыдай алмаған олар: «Я, мұсылман болдық, Аллаға және елшісіне иман келтірдік, түсіндің бе?» деді. Ашу-ызадан қыстыға булыққан қарындасы еріндері дірілдеп, еңіреп жылап жіберді. Қарындасының бетінің қанағанын байқап, жылаған даусын естіген Омар мейірімі оянып жылай бастады. Сосын жұмсақ дауыспен: «Жаңағы оқып отырған қағаздарыңды әкеліңдер көрейін» деді. Қарындасы Фатима одан алдымен дәрет алып тазалануын талап етті. Бой дәретін алып тазаланған Омарға қарындасы Таха сүресі жазылған қағазды ұстатты. Өлеңге жаны құмар, сұлу сөздің қадірін білетін Омардың аяттарды оқыған сайын көңілі толқи түсті. Құраннан құйылған тылсым нұр оның жүрегін жаулап алды. Қандай ғажап сөздер, не деген үйлесімділік деп тамсана оқып шыққан ол
Расулалланың қайда екенін сұрап алды да еш бөгелместен, ешқайда бұрылмастан Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мен сахабалардың жиналып отырған үйіне қарай тартты. Барған бетте есікті қақты. Омардың даусын естіген сахабалар іштей қобалжи бастады. Сол сәтте батыр Хамза тұрып, кірсін, көрейік, ниеті түзу болса, біз де жақсылықпен қарсы аламыз, ал ниеті жаман болса, өз қылышымен ажал құштырайын деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, есікті ашыңдар, кірсін деген кезде бір сахаба есікті ашып Омар ішке енді. Пайғамбарымыз орнынан тұрып, «Ей Хаттаб ұлы, сені бұл жерге жетелеген қандай мақсат?» деп сұрады. Омар өзінің мұсылман болғанын, Аллаға және елшісіне иман келтіргенін айтқан кезде, мұсылмандар қуаныштан тәкбір келтіріп Аллаға шүкіршілік етті. Осылайша Омар 40-шы мұсылман болды. Міне осылайша мұсылман болған Омар бойындағы батырлығы мен қаһармандығын бұдан былай ислам жолында Алланың ділін өркендету жолында жұмсады. Абдулла ибн Мас'уд былай дейді: Әзірет Омардың ислам дінін қабылдауы күш-қуат, Мәдинаға хижрет етуі көмек, ал халифа болып сайлануы мұсылмандар үшін Алланың бір сыйы мен рақымы болды. Омар мұсылман болғанға дейін біз Қағбаға барып намаз оқи алмайтын едік. Ол мұсылман болғаннан кейін Қағбада алаңсыз намаз оқуға қол жеткіздік. Сескену, қаймығу дегенді жат санайтын Омар мұсылман болар болмас пайғамбарымыздан: «Уа Расулалла, өлсек те, тірі жүрсек те, біз тура жолда емеспіз бе?» деп сұрады. Аллаға ант етемін, әрине өлсеңдер де, тірі жүрсеңдер де, тура жолдағылар сендерсіңдер. Олай болса неге жасырынамыз? Құлшылығымызды Қағбаға барып жасайық, деді Омар радиаллаху анху. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұдан әрі бәрін жариялаудың уақытының келгендігін түсінді. Себебі исламға үндеп шақыру алғашқы кезде бағып қағуға мұқтаж сәби секілді еді. Енді осы сәби өсіп, өз аяғымен жүре алатын шамаға келген. Сондықтан да пайғамбарымыз исламды уағыздау мен ғибадаттың ашық түрде жасалынатынын жариялады. Екі қатарға сап түзеген сахабалармен бірге Қағбаға қарай бет алды. Қатардың біреуінде Омар Фарух радиаллаху анху, екіншісінде айбарлы бахадур Хамза радиаллаху анху бар еді. Мұсылмандарды бұл күйде көрген мүшриктер таң қалды. Кейбіреулері Омар оларды тұтқынға алған екен деп ойлап қалды. Алайда істің мәнін түсіне қойған Абу Джахил: «Жоқ, олай емес, біз Омардан да айырылдық» деп қатты қынжылды. Сәлден кейін Әзірет Омар радиаллаху анху олардың алдарына шығып, ешкім тұрған жерінен қимылдамасын, әйтпесе басын аламын деді. Мүшриктер аузына құм құйылып тұрған жерлерінде қазықтай қадалып қалды. Осылайша мұсылмандар Қағбада алғаш рет ашық түрде намаз оқыды. Сол күні екі жаһан сардары саллаллаху алейхи уассалам Омарға Әл-Фарух, яғни ақиқат пен жалғанның ара жігін ажыратушы есімін берді. Уақыт өте келе мүшриктердің мұсылмандарға көрсеткен жәбірі арта түсті. Бұл тұста ислам діні Мәдинада кең жайылып, қала тұрғындарының көбі исламды қабылдаған болатын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке мұсылмандарына Мәдинаға көшуді, яғни хижрет етуді бұйырды. Сонымен мұсылмандар топ-тобымен Мәдинаға көшіп жатты. Омардан радиаллаху анху басқа мұсылмандардың барлығы жасырын түрде көшті. Бұл туралы Әзірет Әли былай дейді: Омардың тұсындағы барлық мұхаджирлер, хижрет етушілер жасырын түрде көшті. Ал Омар болса хижрет етуге шешім қабылдаған кезде қару-жарағын асынып алдымен Қағбаға барды. Қағбаның жанында бір топ мүшриктерге кезікті. Ол кідірместен Қағбаны 7 мәрте тауап жасап, Ибрахим мақамында намаз оқыды. Сосын Құрайштарға қарап: егер кімде-кім артынан анасы жылап, баласы жетім, әйелі жесір қалсын десе, қарсы шықсын деді. Ешкімнің оған қарсы шығуға батылы жетпеді. Сондықтан хижрет еткен кезінде оны мұсылмандар ғана шығарып салды. Әзірет Омардың радиаллаху анху айбатынан жасқанып, оған Құрайштардың ешқайсысы тісі мен тізесін батыра алмайтын. Алайда олардың басқа мұсылмандарға көп қысым жасайтыны батыр Омардың радиаллаху анху жанына қатты бататын. Ол мұсылмандардың басына не келетін болса, менің де басыма келгенін қалаймын деп қынжылатын. Сондықтан да азулы мүшриктерге өзінің мұсылман болғандығын ауыз жаппай жариялаумен болады. Ондағы мақсаты Құрайштар өзіне тиісер болса, езіліп жаншылған мұсылман бауырларының ұзында өшін қысқада кегін алу. Омар Фарух радиаллаху анху
да Абу Бәкір Сыддық радиаллаху анху сияқты мұсылман болмастан бұрын саудамен айналысып, ел көріп, жер таныған, көзі ашық құрайыштардың ішінде хат танитын некен саяқ адамдарының бірі еді. Мұсылман болғаннан кейін бар білгенін, қабілеті мен күш-жігерін Расулалланың саллаллаху алейхи уассалам әмірі мен ислам дінінің қызметіне арнады. Әділеттің үлгісі Омар Фарух сүйікті елшінің саллаллаху алейхи уассалам қысылтаяң кездерде үнемі кеңесіп пікір сұрайтын ең таңдаулы сахабаларының бірі болатын. Оның ақылдылығы мен парасаттылығы сондай. Аллах тағала Құранда бірнеше жерде оның пікірін қолдайтын аяттар түсірген. Бұл қасиетіне байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сендерге дейін өздері пайғамбар болмаса да пайғамбар сияқты сөйлеген Израиль ұрпақтары болған. Егер менің үмбетімнің арасында сондай біреулер болса, олардың бірі Омар болар еді деген. Ол өзінің ислам діні үшін танытқан табандылығы мен жанқиярлығы жағынан Абу Бәкір Сыддықтан кейінгі орында тұратын. Әзірет Омар радиаллаху анху Мәдина дәуірінде де үнемі ислам жолында қызмет етті. Барлық соғыстарға қатысып, талай ерлік танытты. Соғыстардың бәрінде адамзаттың ардақтысының саллаллаху алейхи уассалам қасында болып, оны қызғыштай қорғаштап, бұйрықтарын екі етпей орындайтын. Өзінің қалауынан гөрі жанынан да артық жақсы көрген пайғамбарымыздың қалауының болғанын қалайтын. Тіпті Алла Расулының ағасы Аббас мұсылман болған кезінде Омардың қуанғандығы соншалық, өз әкесі Хаттаб мұсылман болса, олай қуанбас еді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам да егер Хаттаб мұсылман болса, Аббастың мұсылман болғанынан да қатты қуанар еді. Бұл жалпы сахабаға да тән қасиет болатын. Олардың әрқайсысы пайғамбарымызды өз жандарынан да артық жақсы көретін. Омар Фарух радиаллаху анху да Алла елшісінің жанындай жақсы көретін. Бірде ғаламның рақым нұры саллаллаху алейхи уассалам Омарға радиаллаху анху мені қаншалықты жақсы көресің дегенде ол: «Уа Расулалла, сені жанымнан өзгенің бәрінен де қатты жақсы көремін» деді. «Мені жаныңнан да артық жақсы көрмейінше толық иман еткен болып саналмайсың» деп Алла елшісі оған сүйіспеншіліктің қандай болу керектігін айтқан кезде істің мәнісін түсінген, пайғамбардан үйренген ол жан тәнімен: «Уа Расулалла, сені жанымнан да артық жақсы көремін» деді. Алла елшісі оған: «Міне енді толық болды» деді. Алла Расулын жан тәнімен жақсы көргені соншалықты, ол Алла тағаланың бұйрығымен ақыретке аттанған кезде бүкіл сахабалар секілді ол да басына жай түскендей болды. Бойын сезім билеп, Алла елшісінің өлмегенін, кімде-кім оны өлді десе басын алатынын айтып сенделген күй кешті. Суық хабарды естіп қайғыдан есеңгіреп қалған мұсылмандардың сезімдерін Абу Бәкір келіп суыққандылықпен тізгіндей білді. Ол кімде-кім Мұхаммедке табынса, біліп қойсын, ол өлді. Ал кімде-кім Аллаға құлшылық еткен болса, ол өлімсіз мәңгі тірі дегеннен кейін сөздерін дәлелдендіре түсу үшін Ухуд шайқасы кезінде Мұхаммед өлтірілді деген қауесет жайылған кезде түскен Әли Имран сүресінің 144 аятын оқыды. Сахабалар бұл аятты білгенімен дәл сол кезде ешқайсысының есіне түсе қоймаған еді. Ол аятты естігеннен кейін мұсылмандар бойларын жинай бастады. Әбу Бәкір байсалдылықпен сөздерін жалғастырды. Зүмәр сүресінің «Уа Мұхаммед, әлбетте сен де өлесің, олар да өледі» деген 30 аятын оқыған кезде жамағат есін жиды. Омар бұл жайлы кейін былай деген еді: «Әбу Бәкірдің аузынан бұл аятты естіген кезде дел сал болдым. Көзім қарауытып, буындарым босап жер құштым. Пайғамбардың өлгеніне сол кезде барып көзім жетті». Омар радиаллаху анху үнемі пайғамбарымыздың тәрбиесінен кенжелеп қалмауға тырысатын. Сондықтан да Алла Расулының саллаллаху алейхи уассалам ілімі мен руханиятынан ең көп нәр алған сахабалардың бірі болатын. Омар ибн Хаттабтың радиаллаху анху ілімі жайлы Абдулла ибн Масхуд былай дейді: «Таразының бір жағына Әзірет Омардың ілімі, екінші жағына жер жүзіндегі адамдардың ілімі қойылса, Омардың ілімі ауыр тартар еді. Ол біздің ішіміздегі Алланы ең жақсы таныған, қасиетті кітабын жете түсінген, дініміздің мәселелерінің егжей-тегжейін жетік меңгергендердің бірі болатын. Парасатты Омардың фиқ ғылымының қалыптасуында ерекше орны бар. Фиқ ілімінің негізін қалаған қағидаларының қалыптасуында, оның алдынан шыққан мәселелерді шешу жолында ұстанған ұстанымдарының маңызы зор. Даналық дариясы Омардың иштихаттары Құран мен хадистерге сүйеніп діни үкімдер шығаруға терминологияда иштихат делінеді. Ислам құқығы тұрғысынан өте маңызды. Омар хадис риуаят еткен кезде аса сақ болуға тырысатын. Ол пайғамбарымыздан хадис риуаят еткен кейбір адамдардан бұл хадисті пайғамбарымыздың өз аузынан естігені жайлы куәгер әкелуін талап ететін.
әзірет Омардан 539 хадис риуаят етілген. Сонымен қатар Омар Құран кәрімнің тәпсірін жақсы білетін, пайғамбарымыздың көзінің тірісінде Әбу Бәкір сияқты пәтуа беруге рұқсат етілген таңдаулы сахабалардың бірі болды. Көзінің тірісінде жәннатпен сүйіншіленгеніне және пайғамбарымыздың көптеген марапаттарына ие болғанына қарамастан әзірет Омар радиаллаху анха осы амалдарымен ақыретте құтыла алатындығына арқа сүйеп кетпей, құлшылықты қажеттілігіне сай өтей алдым ба деп үнемі үміт пен үрейдің арасында жүретін. Оның бір адамның жәннатқа, қалғандарының тозаққа кететінін білсем, жәннаттық адам мен боламын ба деп үміттенетін. Бір адамның тозаққа, қалғандарының тегіс жұмаққа баратынын білсем, тозақтық ол адам тағы мен боламын ба деп қорқамын деген сыры терең, сыны биік сөздері көпшілікке мәлім. Ардақты елшінің саллаллаху алейхи уассалам сенімді серігі адал дос Омар Фаруқ кейіннен ол қайтыс болған кезде мұсылмандардың басшысы болып сайланған әзірет Әбу Бәкірдің ең жақын көмекшісі болды. Әбу Бәкір Сыддықтың дәуірінде Омардың ұсынысы бойынша ислам тарихы тұрғысынан аса маңызды іс Құран кәрім аяттарын жинастыру жүзеге асырылды. Елді 2,5 жыл басқарған алғашқы халифа Омар Әбу Бәкір өлім төсегінде жатқан кезде өзінен соң Омарды радиаллаху анха халифалыққа тағайындалуды ұсынды. Әбу Бәкір Сыддық Омар радиаллаху анха жайлы былай дегенді: Алла тағаланың алдына барған кезде орныңа кімді қалдырдың деп сұраса, мен халқымды олардың ішіндегі ең қайырлысына аманат еттім деп жауап беремін. Әбу Бәкір Сыддық қайтыс болғаннан кейін әділдіктің ізгі үлгісінде болған әзірет Омар радиаллаху анха халифа болып тағайындалды. Оның бұл қасиеті жайлы Абдулла ибн Аббастың сөзі бар: Омарды көп еске алыңдар, өйткені ол еске алынғанда әділеттіліктің бейнесі елестейді. Халифа болып тағайындалғаннан кейін Омардың радиаллаху анха өзіне жүктелген жауапкершіліктен қайғысыз ұйықтаған кезі болмады. Түн демей, күн демей өзінің міндетін әділ атқаруға бойындағы бар қабілеті мен қасиетін жұмсады. Ол қоғамда әділет орнату үшін тыйым салынған нәрсені алдымен өзінің және жақын туыстарынан бастайтын. Туыстарын жинап алып, мен мынадай нәрселерге тыйым салдым. Егер араңыздан біреуіңіздің мұны жасағанын еститін болсам, басқаларына беретін жазаның 2 есесін беремін деп қатаң ескертетін. Бір соғыстан кейін әзірет Омар радиаллаху анха түскен олжаны халыққа теңдей бөліп берді. Әркімнің олжасына бір жыртыс мата тиді. Алайда бұл мата бір киім тіктіруге келмейтін еді. Өзінің ұлы Абдулла: мен өзімнің матамды сізге берейін, сіз өзіңізге бір көйлек тіктіріп алыңыз деді. Әзірет Омар радиаллаху анха ұлының бұл ұсынысын қабыл алды. Бірнеше күн өткен соң тігілген киімді үстіне киіп халықтың алдына сөз сөйлеуге мінберге шықты. Уа мүміндер, мені тыңдап маған бойұсыныңыздар. Осыны айтуы мұң екен артқы сапта отырған пақыр бір кісі тұрып: о мүміндердің әміршісі, мен саған бағынбаймын деді. Бұл сөзді естіген халифа бірден іркіліп: неге деді. Пақыр себебін түсіндірді. Соғыстан түскен олжадан таратылған мата ешқайсымызға киім тіктіруге жетпеді. Алайда сен ол матадан өзіңе көбірек алып киім тіктіріп алыпсың деді. Жауабын бере алмай қаларлық қандай іс істеп қойдым екен деп ойы сан-саққа кетіп қобалжыған әзірет Омардың радиаллаху анха мұны естіген кезде көңілі орнына түсті. Болған жайды халыққа түсіндіру үшін жамағаттың ішіндегі ұлын қасына шақырды. Баласы Абдулла өзінің үлесін әкесіне бергенін, әкесінің содан киім тіктіргенін халыққа айтып берді. Мұны естіген халық та қатты қуанды. Сол кезде бағанаға кісі тұрып: енді айтарыңды айт, мүміндердің әміршісі, енді саған бағынамын деді. Әділеттің ақберені Омар радиаллаху анха: я Алла, менің жасаған қателіктерімді ескертетін бір үмбетке халифа еткенің үшін саған шексіз мадақ айтамын деп қолдарын көкке жайып дұға етті. Бір күні халифа Омар мен бір сахабаның арасында келіспеушілік туып, ол екеуі дауды әділ қазының төрелігіне жүгіну арқылы шешуге келісті. Ол кезде әділ қазы сахабалардың ішіндегі беделді Зайд ибн Сәбит болатын. Әзірет Омар радиаллаху анха: арамыздағы мәселенің түйінін тарқатып берсін деп саған келдік деді. Әзірет Зайд халифаның астына көрпеше төсеп жанына отырғызбақшы болғанда ол: бұл беретін үкіміңде жасаған алғашқы әділетсіздігің деді. Сосын алдыңа келген халифа мен қарапайым халықтың кез келген өкілін тең тұтпайынша сен бұл лауазымға лайық бола алмайсың. Әділ қазы халифаның емес, Алланың бұйрығы мен үкімін орындау керек деп заң алдында бүкіл адамдардың жауапқа бірдей тартылу керектігін жария етті. Мұсылман болса да болмаса да әркім
әзірет омарға радиаллаху анха барып өзінің құқығының қорғалуын талап етіп шағымын айта алатын. Қарапайым халықтың өкілдері келіп өздеріне тағайындалған әкімдер жайлы еркін арызданатын. әзірет омардың радиаллаху анха өзі халықтан үнемі арыздарын жазып, шағымдарын білдірулерін сұрайтын. Ол: мен әкімдерді сізге зұлымдық жасап ақылдарыңызды жеу үшін тағайындалмаймын. Оларды сізге исламды үйретсін, араларыңызда әділдік пен үкім берсін, қажеттіліктеріңізді қамтамасыз етсін деп тағайындаймын. Егер олар бұл міндеттерін дұрыс атқармаса, маған хабар беріңіздер, олардың жазасын беремін дейтін. Бір күні халықтың арасынан біреу келіп бір әкімнің үстінен: маған нақақтан нақақ 100 дүре соқты деп шағым айтады. Халифа мәселенің егжей-тегжейін сұрастырады. Әкімнің дұрыс істемегендігі анықталғанда Омар әкімді шақыртып арызданған кісіге: ал енді сен оны ұр, деді Омар. Мысырдың әкімі Әмір ибн Ас сөз алып: уа мүміндердің әміршісі, егер бұлай етер болсаңыз, бұл үкіміңіз әкімдерге қатты тиеді. Сізден кейінгілер де бұл әдетті жалғастырады, деді әзірет Омар радиаллаху анха. Мен Алла елшісінің өзі ішінде осылай жасағанын көре тұра, басқалар үшін бұны неге орындамаймын дегенде, Әмір ибн Ас: мәселені бізге қалдырыңыз, оны өзіміз ырза қылсақ болмай ма, деп Омарды радиаллаху анха көндіреді. Үстінен әріз түскен әкім дүре соққан адамға құн төлеп кешірімін алды. әзірет Омар радиаллаху анха бірде қайыр сұрап жүрген әлдебір кісінің қасына барып неге қайыр тілеп жүргенін сұрастырады. Бұл кісі мұсылман еместі. Кәрі кісі салық төлейтіндігін, сондықтан да кедейленгендігін айтты. Әділеттің айғағы Омар Фаруқ оған қазынадан айлық тағайындаттырып, бұларды жас кезінде жұмыс істеткізіп, қартайған шағында далаға тастай алмаймыз, деді. Омар Фаруқ тағайындаған әкімдеріне өте қатал болатын. Олардың қандай да бір заңсыздықтарын естісе, оған еш көз жұмбай сол сәтінде шара қолданатын. Халқына болса тым мейірімді еді. Олардың мәселелерін шешу үшін тыным таппай қызмет ететін. Халифа болып тұрған кезде әзірет Омар радиаллаху анха Мәдинаның көшелерін жиі аралап, көмекке мұқтаж адамдарды өзі іздейтін. Бірде түн жамылып көше аралап жүрген кезінде бір үйдің жанынан өтіп бара жатып кішкентай балалардың жылаған ащы дауыстарын естіді. Үйдің есігін қаққанда іштен мосқал әйел шықты. Омар радиаллаху анха балалардың жылау себебін сұрады. Әлгі әйел 2 күн бойы нәр татпағандарын, балалардың аштықтан бұратылып жылайтынын, оларды алдап ұйықтату үшін қазанға тас салып қайнатып жатқанын айтты. Бұны естіген Омардың жаны түршігіп кетті. Әлгі әйелге біраз тоса тұруын, қайта келетінін айтып, дереу қазынадан ұн, май, азық-түлік пен киім-кешек толы дорбасын иығына салып, көмекке мұқтаж балалардың жәрдеміне құстай ұшты. Қасындағы қызметшісінің дорбаны алып жүруге қанша өтінгеніне қарамастан: қияметте менің жүгімді сен арқалайсың ба, деп бой бермеді. әзірет Омар радиаллаху анха аптығып үйге барды. Әлгі әйелдің балаларына тамақ пісіріп берді. Балалар тойынғанда ғана Омардың көңілі жай тапты. Ол жерден кетерде әйелдің: Алла сенен разы болсын, Омардың орнына халифа болуға негізгі сен лайық екенсің, дегенін құлағы шалып қалды. Әйел қараңғыда келген кісінің әзірет Омар радиаллаху анха екендігін білмеген еді. Омар Фаруқтың радиаллаху анха ел басқарудағы жауапкершілік сезімі бүкіл адамзатқа қайталанбас үлгі өнеге. Егер Фырат өзенінің жағалауында бір түйе жоғалтып немесе бір қой суға батып өлсе, оның есебін Алла менен сұрай ма деп қорқамын. Кемшіліктерімді маған ескертетін адам мен үшін ең жақын жан. Егер тағайындаған әкімдерімнің біреуі бір адамды орынсыз жәбірлесе, мұны мен ести тұра оған еш шара қолданбасам, ол жәбірді мен жасағандай боламын, деген сияқты алтын әріптермен тарихқа жазылған оның осы сөздері жан дүниесінің айнасы. Ел басқарушылар осындай сезімде болған кезде ғана бүкіл әлемде тұрмыстық жағдай түзеліп, жемқорлық тыйылып, қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай заман болары сөзсіз. Бұған адамзат тарихындағы алтын ғасыр, Асрус Саадат деп аталатын сахабалар дәуірі куә. Пайғамбарымыздың менен кейін пайғамбар келгенде ол Хаттабулла Омар болатын еді деген марапатына ие болған әзірет Омар радиаллаху анха тұла бойындағы асыл қасиеттері мен ерекше тартымды. Ол алдыңғы қатарлы тақуа мұсылмандардың бірі болды. Халифа болып тұрған кездің өзінде жамаулы шапан киіп, Қадисия соғысынан қалған қолға түскен олжаларды көріп қынжыла жылап: неге жылайсың, қайта жеңіске жеткеніңе қуанбайсың ба, дегендерге әрине қуануым керек, алайда молшылық келген жерге дұшпандық пен реніш қоса келеді, деп дүниенің алдамшы байлығына еш қызықпағандығын көрсеткен еді.
ұлы мен қызы оған бір күні: егер дәмді қуаты мол тағамдармен қоректенсең, қызметіңді жақсы атқару үшін күш жинайсың дегенде, халифа Омар радиаллаху анху оларға: әрине, сендер менің жағдайымды ойлайсыңдар, бірақ мен екі досымның Алла Расулы мен Әзірет Әбу Бәкір осы жолды таңдағандарына куә болдым. Егер олардың жолынан айырылсам, олардың жандарына жете алмай, ақыретте бірге бола алмай қаламын, деп жауап берді. Тағы бір реті келгенде былай деген еді: Аллаға ант етейін, біз бұл өмірдің ләззаттарында елікпейміз. Егер бір қозы сойылып, одан дәмді тағамдардың пісірілуін, жүзімнен сусындар дайындалып дастарханыма әкелінуін бұйырсам, әрине бұл болар еді, бірақ біз мұндай ләззаттардың қарымын о дүниеге қалдырғымыз келеді. Өйткені Алла: сіз барлық тамаша нығметтеріңізді осы дүниеде тауысып бітіріп, ләззатыңызды таттыңыз дейді. Мен Алланың берген нығметтерін бұл дүниеде тауысқым келмейді. Сирия, Мысыр, Ирак, Армения, Әзербайжан, Парсы шығанағы, Қарасан секілді елдерді қол астына қаратқан күндердің өзінде де Әзірет Омар радиаллаху анха дүниенің өткінші қызықтарына көз салмады. Рахатқа бөленіп, құс жастыққа бас қойып, мамық төсекте жатпады. Байлық пен дүниеге құнықпай, қара басының қамын күйттемей, халықтың игілігін ойлап, өзінің қажеттілігінен оларды жоғары қойған еді. Омар радиаллаху анха тақуалығы мен құлшылығымен де шыңның ұшар басындағы біртуар тұлға. Болмысынан ашуға тез. Омар қасында біреу Құран оқыса, ашуы тез тарқайтын. Ардақты пайғамбарымыздың ақыретте жауапқа тартылмастан бұрын өздеріңізді бұл дүниеде жауапқа тартыңыздар деген өсиетін үнемі жадында ұстап, Құдайдың құтты күні жастыққа бас қоярда: уа Омар, бүгін Алла үшін не істедің, деп сұрайтын. Жауапкершілігі мол әділ халифа өлімді әрдайым еске салып тұру үшін өзіне бір қызметші тағайындайды. Алайда самайына ақ түскенін көргенде, енді қажет бола қоймасын деп оны қызметінен босатқан еді. Ғаламның рахым нұры Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи вассалам қарапайым жұпыны өмірі оны пәруана күйге түсіретін. Бір күні Омар Фарух радиаллаху анха пайғамбарымыздың үйіне барады. Алла елшісі қамыстан жасалған шидің үстінде жатыр екен. Шидің үстіне еш нәрсе төселмепті. Бас жағында құрма жапырақтарынан жасалып терімен қапталған бір жастық, аяғының астында иленген кішкене тері ғана бар еді. Мүбәрәк денесіне түскен қатты шидің іздерін көрген Омардың радиаллаху анха көздеріне еріксіз жас келді. Пайғамбарымыз одан: Омар, неге жылайсың, деді. Ол: о Алланың елшісі, Иран мен Византия империяларының сән салтанатты бай өмірлері есіме түсті. Сен Алланың елшісі болғаныңа қарамастан осындай жұпыны тірлік кешесің, соған толқимын дегенде пайғамбарымыз: бұл дүние олардікі, арғы дүние біздікі болғанын қаламаймысың, деп Омарды жұбатады. Міне Алла Расулының саллаллаху алейхи вассалам өмір мектебін көрген Омар радиаллаху анха да ғұмырының соңына дейін дүниенің өткінші нығметтеріне бас имеді. Қараңғылық дәуірінде Әзірет Омардың радиаллаху анха көзінің жасаурағанын ешкім көрмеген. Алайда мұсылман болғаннан кейін жүрегі жұмсақ, сезімтал және қос жанары боталап тұратын адамға айналды. Адам рухының азығы, діннің түп тірегі болып табылатын намаз Әзірет Омар радиаллаху анха үшін Алламен байланыстыратын берік көпір. Түн жарымына дейін намаз оқып, жан тәнімен дұға ететін ол, отбасындағыларды да түнгі намазға: отбасыңа намаз оқуды бұйыр, өзің де сабырлылармен намаз оқуыңды жалғастыр. Сенен ырзық сұрамаймыз, керісінше біз сені ырзықтандырамыз. Жақсы нәтиже тақуалық арқылы келеді деген аятты оқып оятатын. Рухани әлемнің қайталанбас тұлғасы Омар Фарухтың жамағатпен намаз оқып тұрғанда жылаған даусы соңғы қатардағыларға дейін естілетін. Көбінесе солығын баса алмай, аяттарды соңына дейін оқуға дәрмені қалмайтын. Тіпті кейде оқыған аяттарының мәніне терең бойлаған сәтте талықсып құлап түсетін. Ол намазға тұрған кезінде бұл дүниемен байланысын толық үзіп, өзін ұмытып кететін. Тіпті Әбу Лүлі деген кісі оны намаз оқып тұрған кезінде келіп пышақтағанда өзінің айтуынша 3-ші рет пышақ ұрғанға дейін оны ит екен деп ойлап қалған. Бұл оның намазға қаншалықты мән бергендігінің белгісі. Пышақталғаннан кейін есінен танып жатқан Әзірет Омардың есін жинату үшін қандай шара қолданса да болмапты. Сонда оны жақсы танитындар оның есін намаз ғана жиғыза алады деп жанындағылар: о мұсылмандардың әміршісі, намаздың уақыты кірді дегенде, халифа Омар радиаллаху анха намаз оқымағанның исламнан нәсібі жоқ деп өз-өзіне келген екен. Әзірет Омар радиаллаху анха пышақталғаннан кейін 3 күн өмір сүрді.
өзіне қастандық жасаған адамды іздеп табуды бұйырды. Өзін пышақтаған адам қой терісін жамылған жалған мұсылман, түбі ирандық Куфа әкімі Муғира ибн Шағбаның қызметшісі екені анықталды. Мұны естіген Омар радиаллаху анха: Аллаға шүкір, ақиретте Алланың құзырында маңдайы сәждеге тиген біреумен есептеспеймін деп мұсылманның қолынан қаза таппағандығына қуанды. Оның қорыққаны басшылық еткен кезде абайсызда халқына әділетсіз бір үкім беріп, сол үшін құрбан кеттім бе деген ойы еді. Сондықтан да Абдулла ибн Аббасты жанына шақырып, мен жайлы халқымның пікірінің қандай екенін біліп келуіңді сұраймын деді. Абдулла халықтың арасында болып қайтқан соң: уа мүміндердің әміршісі, мұсылмандардан қай топқа кездессем сен үшін ет жақынынан айырылғандай көз жасын төккенін көрдім деп көңіліндегі күдікті кетірген еді. Өмірінің соңғы деміне дейін күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, тыным көрмей халқының жағдайын ойлаған әділ басшы араларынан үзіліп кетіп бара жатқанда елі қалайша жыламасын. Бұған қарамастан ол: халқымның қамын ойлап өзімді қатты шаршаттым, үй ішіме қарай алмадым. Сонда да марапатталу былай тұрсын, егер жазаға тартылудан ақиретте құтылар болсам, соған да разымын деген. Әзірет Омар радиаллаху анха қайтыс болар кезде халифа тағайындап кеткен жоқ. Бұл жауапты істі ол пайғамбарымыздың жәннатпен сүйіншіленген сахабалары Әли ибн Абу Талиб, Осман ибн Аффан, Абдурахман ибн Ауф, Сағид ибн Абу Уаққас, Зубайр ибн Ауам және Талха ибн Убайдуллахқа радиаллаху анха жүктеп, 3 күннің ішінде араларынан біреуді халифа етіп тағайындалуларын тапсырды. Ажал жастығына бас қояр алдында Омар Фарух радиаллаху анха ұлы Абдулланы қасына шақырып алып, қарыздарын төлеуді өсиет еткеннен кейін, мүміндердің анасы Айша анамызға өзінің пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассалам Абу Бәкірдің жанынан жерленуі үшін рұқсат сұрауға жіберерде, мүміндердің анасына барып: Омар сәлем айтып жатыр де, бірақ мені мүміндердің әміршісі деп айтпа, мен бұдан былай мүміндердің әміршісі емеспін. Оған Хаттабұлы Омар достарының қасына жерлену үшін рұқсат сұрайды деп тапсырды. Абдулла әкесінің бұл сәлемін жеткізген кезде Айша радиаллаху анха анамыз есіл Омар радиаллаху анха үшін көз жасын төгуде еді. Сәлем бергеннен кейін әкесінің өтінішін жеткізгенде Айша анамыз: негізінде бұл жерді мен өзім үшін сақтаған едім, бірақ өзімнен гөрі Омардың радиаллаху анха қалауын артық көрем дейді. Осылайша бүкіл ғұмырын халқының игілігіне арнаған халифа өзінің ең жақсы көрген және соларға ұқсауға тырысып баққан 2 жан досының жанына жерленді. Әзірет Омар бірнеше рет үйленіп, балалы шағалы болған. Балаларының 4-еуі танымал. Олар пайғамбарымыздың жұбайы, мүміндердің анасы Әзірет Хафса радиаллаху анха, кемеңгер әрі хадис ғалымы Абдулла ибн Омар, қаһармандығымен ислам жолында қызмет еткен Убайдулла, парасатымен және тақуалығымен мәшһүр Асым. Абу Бәкірден радиаллаху анха кейін халифа болып сайланған Омар Фарух мұсылмандарды 10 жыл басқарды. Оның кезінде ислам мемлекетінің жер өлшемі 2.251.030 шаршы шақырымға жетті. Ислам мемлекетінің осылайша кеңеюіне жалпы сол кездегі мұсылмандардың дінді жаюдағы шын ықылас құлшыныстары, шейіт болу, Алланың разылығына бөлену құштарлықтары себеп болған еді. Әзірет Омардың радиаллаху анха халифа ретінде ел басқару саясатында үлкен роль атқарғандығы ақиқат. Ел басқару ісінде ол мынадай жаңалықтар енгізді. Мемлекетті басқару үшін ақылдастар алқасын құрды. Бұған ел ішіндегі абыройлы кісілерді шақырған. Әзірет Осман, Али, Абдурахман ибн Ауф, Муаз ибн Жабал, Зайд ибн Сабит, Убай ибн Қаб радиаллаху анха сияқты атақты сахабалар осы кеңестің тұрақты мүшелері еді. Мемлекетті әкімшіліктерге бөлді. Мемлекеттік мекемелердегі қызметшілер үшін жаңа жобалар жасады. Қызметкерлердің жалақысын өсірді. Әкімдерге халыққа ұнамайтын әрекеттерге бармаулары жайлы ант қабылдатты. Қызметкерлерден қызметке алынған кездерінен бастап дүние мүліктері жайлы мәлімет алынып, сол жылдардың ішінде мал-мүлкі тез арада көбейетін болса, жауапқа тартылатындықтарын, әкімдердің жыл сайын қажылыққа келген кездерінде халықпен кездесулерін, егер бір қызметкердің үстінен арыз жазылса, істің анық-қанығына көз жеткізу үшін 3 адамнан тұратын комиссия құрылып, тексеру жүргізілетіндігін мәлімдеді. Экономика саласындағы жаңалықтары соғысып алынған жерлерді мемлекеттікі деп жариялап, оны жергілікті халықтың қолына беріп салықты азайтты. Бұл адамдардың салықты төлеуін арттырып, басқа жерлердің де алынуын тездетті. Әділет жүйесін орнатуы, исламдық жазалау құқығын ретке келтірді. Алғашқы түрмелерді құрды.
тұрақты және тәртіпті әскер құру ісін қолға алуы, мұсылман емес шет елдіктердің мұсылман мемлекеті аймағында сауда жасауларына рұқсат берді. Ешкімі жоқ және қартайған қараусыз яһудилер мен христиандарға айлық тағайындады. Жыл санауына хиджраны негіз етіп алып, мұсылманша жыл санауды бастатты. Мемлекеттің басты қызметінің бірі білімді жаю екенін жақсы білген Омар алынған жерлерде мектептер ашып, сол жерлерге Құран және ислам дінінің негізгі заңдылықтары мен өмір салтын үйрету үшін мұғалімдер жіберді. Қызметін мінсіз атқаруы үшін мұғалімдерге жоғары мөлшерде жалақы тағайындады. Әрине, Әзірет Омардың радиаллаху анха енгізген жаңалықтары мұнымен ғана шектеліп қалмаған. Ол басқару ісін жақсы меңгерген, парасатты, көреген көшбасшы еді. Жетекшінің бойынан табылатын бүкіл қасиеттерге ие болатын, соншалықты кең аймаққа ие болған мемлекетті басқарып тұрғанына қарамастан өте қарапайым ғұмыр кешті. Мұншама байлық пен билік оны масайратпады. Туған туысының қамын емес, халқының қажеттілігін қамтамасыз етуге малын да жанын да аямады.